Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео өзгеше форматта болмақ. Өйткені әдетте мен видеоларымды дыбыстамайтынмын, ал бүгін дыбыстап көрейін деп шештім. Олай болса, менімен бірге болыңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің тоңазытқыш тазалағанымды көрсетемін. Біраздан тоңазытқышым тазаланбағандықтан іші өте лас болып кетіпті. Олай болса, бірге тазалайық. Көріп тұрғандарыңыздай іші өте лас. Балалар тамақты өздері алып, қолдарымен олар бүлдірген тамақтарды төккен. Ал мына жерге ірімшіктің суы төгілген, сол қатып қалыпты. Біраздан тазаланбағаны көрініп тұр. Қазір соның барлығын бірге тазалаймыз. Тоңазытқыштың ішіндегі тамақтарды босатқаннан кейін мына қалташаларын шығарып аламын. Оларды бөлек раковинада жуамыз. Ал мына қатарларын барлығын кезектестіріп бұларды шығарып аламын. Алдымен тоңазытқышты осы көбікті сумен ішін әбден тазалап аламын. Әсіресе мына есігіндегі резинка асақ болыңыздар, араларында қоқыс толы шықты менде. Балалардың қолдарымен ұстаған, барлығы лас болған. Соларды әбден тазалап алдым. Одан кейін тоңазытқыштың ішін тазалаймын. Тоңазытқышымның есігін, іші сыртын әбден тазалап жуып алдым. Енді бана босатып алған қалташаларымды тазалаймын. Тазалаған қалташаларымен қатарларды өз орындарына қойып шығамын. Болғаннан кейін тамақтарымды қайтадан орнына салып, тоңазытқышымды іске қосамын. Ал мына қалташада менде әдетте дәрі-дәрмектер тұрады. Бұлардың да сроктарын қарап, қажеттерін қалдырып, қажет еместерін лақтыруға тура келді. Нәтижесі осылай болды. Көріп тұрғандарыңыздай тоңазытқышым тап-таза аппақ болды. Енді тамақтарды орын-орнына қойып шығу ғана қалды. Үй жұмыстарын осылайша әр күнге бөліп тастаймын. Бүгін жұма, яғни менде жуылған киімдердің барлығын реттеп, үтіктеп, балалардың киімдерін орын-орнына қойып шығу. Үй тірлігі ешқашан бітпейді, оны жеңілдету өз қолымызда. Әдетте менде осылайша жеңілдету мақсатында әр шаруаны әр күнге бөліп қоямын. Мысалы, жұма бүгін киім өтектеу болатын болса, ертең шкафтардың шаңын сүртіп шығамын. Арғы күні дәретхана мен жуынатын бөлмені жуамын деген сияқты әр күнге әр шаруаларды осылайша бөліп тастаймын. Сонда үйдің шаруасынан жалықпайсыз.
тәртібіндегі бұл шаруа да бітіп қалды. Енді бұлардың барлығын орын-орнына қойып шығу ғана қалды. Бүгінгі күнге белгіленген шаруаларымның барлығын аяқтадым. Жуылған киімдерді үтіктедім, орын-орнына қойып шықтым, тоңазытқышымды тазаладым. Аппақ болды, өз көңілімнен шықты. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса каналға тіркеліп, менің видеома лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет.